Ассалаумағалейкум баса. Талғарда болған жағдай мынау. Кәдімгі бай мен кедейдің бөлінген уақыт-ау деймін осы. Осы бай мен кедейдің ең бірінші бөлініп жатқан кезі-ау деймін. Баласын өлтіргені қалғандай, енді үйін өтіп жүргеннен теріс жүріпті. Тобырлап бәріміз шықтық енді. Талғарға ана жақтың жол жоқ, мына жақтың жол жоқ. Жол табамыз ғой. Ажанда прокурордың баласы, туған туысқандары, қолмен қатарлас жаңа кеше баласын өлтірген мүгіттері бар ғой, мүгіттер. Жеттерінен барлықтарын тауып аламыз. Сендер жеті қабат жердің астына қашсаңдар да жолды жауып өздерінше бір қолдарыңа бір нәрсені алдық болды. Сен контролер етеміз деген ойларың болса да сендер табамыз. По-любому табамыз, жазаларыңды аласыңдар. По-любому одан асылып өле беріңдер. Мына не деген масқара, мына еще ана комментарий жазып жатқандар мынау. Бір қаншама жігіттер боқтап сөйлеп жатса жандай. Ойбай, боқтап жердің ғой, неғып жердің ғой деп. Мақұлықтар, сен баланы өлтіріп жатса, сен үйінді өртеп жатса, сен боқтамақ түгел одан да асып кетесің сен. Шешеңнің, шешелерінің, сендердің бар ғой, шеттеріңнен адам емес, мал болып баратқан хайуандар. Сендер ойлап жатқан шығарсыңдар. Болды. Көбісі мен байқаймын да, халықтың өзі бар ғой. Мен көп нәрседен көңілім қалып отыр. Халықтың көбісі бар ғой, бәрібір екен сендерге бар ғой. Не болып жатыр басқа жақта? Өтеп жүре ма, өліп жатыр ма, бәрібір екен сендерге. Атымды станциядан салса да бәрібір. Әбден біткен екен. Кеше жанын берген алаш заманында, алаштар, кешегі желтоқсандар, сендер үшін жандарын берді солардың барлығы. Сендер жақсы өмір сүрсін деп. Енді біздің кезек енді. Біздің бала-шағамыз, немере шөберем жақсы өмір сүрсін деп. Біз жанымызды беретін уақыт келді. Сендер бұндайларды қойыңдар. Қоймайсыңдар ма, сендерге де барамыз. Бір күні болмаса бір күні сендерді қайтып жасайсыңдар. Сендердің алдарыңа барамыз. Біздің жанымыз өшкенше мына Қазақстанда тазалап отырсамыз. Өліп кетейік. Бірақ бар ғой, сенің прокурорыңда, полицияңда, президентіңде ешкім көмектеспейді. Қазір мысалы жиналдық, қазір кем дегенде 200 адам біз Шымкенттен келе жатырмыз. Ар жағынан Қызылордадан 200 адам келе жатыр. Жан-жақтан жігіттердің бәрі жинап жатыр. Кешегі алдында болған неше түрлі ұйғырлар бар, басқа туралдың бәрі далада қалады. Таптап, езіп, өртеп, жердің астына жаншып кетеміз. Полицияң болсын, прокурорың болсын, любойында. Қазір естеріңді жинап пішкені өздерің қимылдап, өздерің мынау иттерді, адам өлтірген, үй өртегендерді ұстап, халықтың көзінше көрсетіп, қамап жаза алмасаңдар, 2-3 күннің ішінде оңдырмаймыз.